Баршаңызға сәлем. Өте дәмді әрі тез дайын болатын сникерс пирогы. Алдымен ситудан өткен ұнымызға какаоны салып, үстіне бөлме температурасындағы майды салып, осылай араластырып аламыз. Кейін үстіне қант және қобызытқышты салып, жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр илейміз. Формаға тегістеп жаямыз және үстін шанышқымен тесіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Вареная сгущенкаға арахисті салып араластырамыз. Тегістеп салып шығамыз. Бетіне еріген шоколадқа арахисті осылай блендерден майдалап алып, пирогтың үстіне ганашты жағып шығамыз. Safe to do many times. Maybe I like this roller coaster. Maybe